Barıqlarınızға сәлем. Бүгін біз панкейк тіземіз. Панкейкті жасау үшін бізге 3 жұмыртқа қажет. Sarısı мен ағын бірінші ажыратып аламыз. Панкейкті жасау үшін бізге бөлме температурасында сүтті алу керек. Ояқта 350 мл. Және тура сондай стаканда он керек бізге 250 грамм. Және 4 үлкен қасық сұйық май керек бізге. Содан кейін бізге 4 қасық қант керек. Содан кейін щепотка тұз керек. Біріншіден біз сарысын аламыз да ағын қоя тұрамыз. Сарысына бірінші қантты аламыз және миксерді аламыз. Миксерді кішкентай скоростьқа қойып, қантты салып отырамыз. Біздің сарысы әппақ болып шықты. Кішкене енді бізге сүтті алу керек. 350 мл. Қосамыз бәрін. Және араластырамыз. Сүт қосқаннан кейін осындай бізде көбіктер шығу керек. Содан кейін біз соған ұнды аламыз да илейміз. Кейін миксер араластырып болған соң бізде осындай көбік шығады. Содан кейін біз ұнды аламыз да илектен өткіземіз. Біз ұнды илектен өткізіп болған соң, біз миксерді қоспай бірінші араластырып аламыз. Содан кейін ақырын жылдамдықта қосамыз. Енді біз ақырын жылдамдықта араластырып болған соң, біз сұйық майды аламыз, қосамыз. Енді араластырамыз. Енді біз жұмыртқаның ағына көшеміз. Бірінші біз тұзды аламыз және миксерді бірінші жуып алу керек. Енді біз миксерді араластырып, тұзды қосып отырамыз. Енді біз миксермен араластырып болған соң, бізден андай шығу керек. Енді біз сарысына ағын қосамыз. Және араластырамыз. Енді біз ағы мен сарысын бірге қосып араластырғанда бізден андай шығады. Енді біз газды қосамыз. Содан кейін майды қосамыз. Майды жағамыз. Шет-шетіне. Енді біз қызғанша шейін күте тұрамыз.
Барлықтарыңызға сау болыңыздар, сәтсіз шыққан видеоларымды көріп аяқтаңыздар. Ha ha!